кече етқан күннің эсас адиселеріне хаберлер информацион қызметі екіншеке. Селям алейкум сайқлы серджілер. Студияда мен Фадиме Сейтмаму чалшам. Ве бүгін бізім мұғыберлеріміз бойле адиселер ақында тариф әте. Бүгін Русияде ватан имайджысы күні қайдетіле. Бізім мұғыберлеріміз Қара деңіз флотында қызмет еткен ватандашларымыз ақында мақсус левханы азырладылар. Это земля, на которой зародился мой народ, где жили мои предки. Это моя земля. И здесь, знаете, я чувствую себя дома. И поэтому я бы хотел служить именно здесь, для своей родины, для своего народа. Қырым татар ұлы оғлым Номан Челебеджиханның мирасы. Оның ватан первер дойғылары Қырым татар халқының ант еткен мен милли гимнында тасвир етілген. Номан Челебеджиханның бұл вақыт ішінде япқан шейі әлбетте ки халықта бар олған ватан, миллет қайғысыны мұзбет бір yolға yönlendirmek. Керіч көпірінде араба керішінің құржылығы башланды. Реально глобальная стройка автодорожная на территории Республики Крым. Русияде сүргін етілген қырымлыларының весиқалары елді етілмесінің сәделештірілген тәртібі таздық етілді. Я уверен, что в ближайшее время мы получим тот инструмент, который позволит реабилитированным получать по упрощенной, по отдельной процедуре гражданства Российской Федерации. Бутун Русия Федерациясында бүгін ватан имайджысы күні қайдетіле Қырым пайтақтында бір қаштан таналы тәдбірлер кешті. Бұл әбеде атешке гүл чемберлер қойылығы, арби техника сергісі ве Қара деңіз флоты аскерлерінің чықышлары. Тәфсилатларыны мұғыберіміз Гүлнара Каримова біле. Саба тантаналы тәдбірден белгісіз аскерінің мезары өгіндегі әбеди әтешке гүлчемпелер қойылудан башланды. Тәдбірде Жумхуриеттің бірінші шақыслары іштирак еттілер. Гордимся своими вооруженными силами и вообще всеми защитниками. Все мужчины, ну и девушки наши, поскольку показали себя с лучшей стороны во время Крымской весны, все являются защитниками Отечества. В нужное время, надеюсь, такое время не наступит, вооруженные силы России в состоянии обеспечить под командованием президента безопасности Крыма и России в общем. Ну а так, конечно, всемирного неба над головой. Надо пожелать, чтобы все было спокойно, мирно. Мы не знали никогда войны. Русия Федерация Думасының мебусы Руслан Бальбек бүгінгі күнні туған Қырымда кечіре. Қайдеттеке бүгінгі күн Русияның ве Қырымның тарихында хусуси ер алам. Бүгін ватан имайджысы күні. Бұл инсанлар девлет үшін телюке пейда олған заман қорчаламаға азырлар. Дата важная, историческая, и считаю, что именно когда мы начинаем 23 февраля с почитания памяти тех, кто отдал свою жизнь, будучи воином, тех людей, которые готовы были встать под ружье и встали в самый ответственный для страны и Отечества период. Это дата, которая сегодня собирает нас всех вместе вокруг нашей способности защитить наше Отечество. Женг иштиракчилері ve ветеранлар эпос эркеклердің байрам ile хайырладылар. Служить надо. Қызмет етмеге керек. Эвел урдуда қызмет етмек ғурур доғырайды. Алмасалар утанайдық. Оның үшін өз ватанының севіп хорчаламаға керек. Эпосы эр кішілерге байрам хайырлы olsun. Бүгін МТ шehirinin баш мейданында чешет түрлі арби техниканы көрмек мүмкін еді. Балалар бұйық істек ve мирақылы фоторесімлер чекіп, женг арабаларыны көзеттілер. Русия Федерациясының селялы құветлерінде қызмет еткен арбижилер темашасы эпосы мұсафирлерін айретте қалдырды. Сондыра есе тантаналы концерт тақдим етілді. Гүлнара Каримова, Эдем Исмаилов, Миллет үшін. Бізім телеканалымыз эксклюзив материаларыны тақдим етмеге девам ете. Қара деңіз флотында қызмет еткенлерінің айтындан бір күн. Телевизион тақымыз деңізжілерінің қызметі насыл кечкеніні көстермек үшін Азов серлевалы арби гемиге ел алды. Мұғбіріміз Нариман Тарсинова Қырым татар гемижілері аққында азырлаған левханы сейір етмеге теклif етеміз. Русия флотында Петр I дәверінден башлап Азов адыны ташыған 10 кеме олды. Олардан ең бөлі 1826 сенесі құрылған еді. О 1827 сенесінің октябрь 27-сінде Наваринск күрешінде 5 дұшман кемеге қаршы күрешіп, ғалебе қазанды. Азов Русия флотының ең дүлбер кемелерден бірі еді. Оның корпусыны инже ойма орнек яраштырайды. Бүгін арби кемелерінің көрінішы біраз башқаджы. Ич бір түрлі елкен йоқ, бұқави демір конструкция
сенесі. Сөз сырасы бұгемі Лехистан халық жүмхуриетінде 1989 сенесінде хорулғаныды. Гемі деңіз десантыны тушырмек ве қабыл етмек үшін тиенленген еді. Мында артиллерия силяны хулана эмді реактив система ерлештірілген. В 1990 году на нем был поднят военно-морской флаг, и он совершил переход в Балтийск. Первоначально позировался в Балтийске, потом совершил межфлотский переход на Черноморский флот, где по сей день он выполняет свои поставленные задачи. Буйсе гемінің эссас командалық ерідір. Тамамшу ерден геме даре етіле бұбутын механизмның мейі. Бірді-бір түліке ұлса командан веденізжілер ос ерлеріне туралар. Везерджи Салим Суфьянов дұху сайдевамында қызмет ете ордуға чағыру фонын үшін апансы солды. Бұндан evvel о ади яшы ішкі череді. Зенат бойынша рухиятчы оджа мектепте чалашайды. Кардинальная смена обстановки, потому что до этого там, в школе, с детьми, а теперь я здесь солдат, ну, то есть матрос. Сложно было. Для меня было поначалу очень сложно привыкнуть ко всему этому вообще процессу. Вот. Ну, я справился, я считаю, что я справился. О айтаке қызмет девамыда дінізжі яшайшыны алышты ве енді ос яшайшыны діні сіле бағланмаға яда оджа фалиетіні девам етмеге білмей. Мектепте она оджа еріні сақламаға вады еткен әдділер. Салимнің бабасы да дініс флотында қызмет етті. Мое заведование – это дальномерная визирная установка, которая нужна для наблюдения целей во время высадки десанта. Вот. То есть моя задача по боевой тревоге прибывать сюда, это мой боевой пост, и запускать дальномерное визирное устройство. Вот. Оно используется также для артиллерийских стрельб. То есть оно также используется для наблюдения и наведения на цель. Буйся Салимнің арқадашы Рустем Обуюк десант гемінің дүменжесі. Қызметке пек жидді янашаминым бір суалиме так точно деп дива бере. Телюке шаретіні ішеткенде о ос еріне тұрып, уйкен забетнің емерлеріні бежерме керек. Ордуға егет ос істегілі келді. О тамам Қарадeniz флотында қызмет етменге арзу етеді. Бір іркет ватанға ос боржыны қайтармақ керек. Ве керек олған вақыт ватаны хорчаламақ керек деп сая. Я хотел целенаправленно служить именно на Черноморском флоте и именно в Крыму. Дело в том, что сам я родился в Азии, и в возрасте 7 лет мы переехали в Крым. Я понимаю, что это земля, на которой зародился мой народ, где жили мои предки. Это моя земля. И здесь, знаете, я чувствую себя дома. И поэтому я бы хотел служить именно здесь, для своей родины, для своего народа. Орду үшін о академта тил алды. Ама қызметтен сон о университетке қайтмаға планлаштыран. Ама өміріні денізінен бағламаға да істей. Рустем Арби академияға кіріп забит олмаға істей. Геме ақында Рустем Буюк куванчнен икеейте. Очень интересно увидеть вообще, что из себя представляет корабельная жизнь, потому что корабль – это огромное устройство, огромный живой механизм, и каждый матрос в нем – это отдельный винтик. И от того, как он исполняет свои обязанности, от этого зависит вообще жизнь всего корабля. Он тесно связан, каждый здесь на своем месте, и каждый точно знает, что он должен делать. Буйсе Буюк десант геменің юрегідір. Арбиджилерінің тілінде бұ геменің ұшық ве яшайыш ноқтасы. Бұ поста Николай Тура. О Краснодар вилаетінден келіп қызмет ете. Мы находимся на бортовом источнике электропитания, в работе дизель-генератор номер 2. Ну, я слежу за частотой, чтобы не нарушалось. Бізім телевизион тақымымыз үшін экскурсия давам етті. Біз кубриклеріні көрмек үшін келдік. Бұ ерде матрослар, ерлешелер, гражданлар гемелерде бұ ода каюта деп адлана. Ама арби гемелерде каюталар тек забитлер үшін. Бұ сенді камбус, садетілде ашхане. Ашамақ үшін ярым саат беріле әркім өзінден сон жиыштыра. Умумен гемеде интизам қатты аты серт бұ себептен бізге аз вақыт айырылды. Емде әршейіні көстермек мүмкінді гіл. Бұ арби сыр демектір. Бұ Бүгін Азов адыны ғурур иле ташы сесырасына варен скуреше вақыта Азов гемеде Павел Нахимов бұлынғаныды. Очы шыт орденлер иле мүкефатланып капитан-лейтенант унваныны қазанғаныды. Ахьярдан Нариман Тарсинова, Руслан Хохлов, Миллет үшін.
Бүгін мемлекетнің эпос еркеклеріні ватан имайджысы күнінен хайырлайлар. Амма ватан имайджилері деп қадынларыны де адламақ мүмкін. Улы ватан женк еллары қадынлар умуми ғалебе үшін аз көрешмеділер. Бүгін идел татар милли медени мұқтариетінің векелері шер мемуриетінің миллетлер арамала себетлері бөлігінің қолтутывы еле Қырым женк ветеранларыны хайырладылар. Ватан имайджысы күні женк iştirakçilerini хайырлаймыз, чүнки тамам оларның ақиқи ватан имайджилері деп адламақ мүмкін. Оларның жесаретлігі ве хараманлығы айретте қалдыра. Мы должны помнить о наших ветеранах не только в день 9 мая, а ежедневно, ежечасно. Стараться вспомнить об их здоровье, об их условиях, понимаете, и помнить о них всегда и везде. Мы выехали в такие семьи, где есть защитники Отечества, для того, чтобы поздравить их, послушать их истории, потому что это очень важно. Важно помнить, чтить и делиться с молодым поколением нашей истории. Наши дети должны помнить, знать и уважать свою историю, потому что без прошлого нет будущего. Зейнеп Ибраимова 1938 сенесі Ялта шәрінде дүнияға келді. Улы ватан женкі башлагында о 3 yaşında еді. О дешетле вақияларны қадын көзешлар еле хатырлай. Один раз мама говорит: Абалам, иди сюда, ты нужна. А у нас были платья, это было летом. Подняли платьюшки и обмотали меня табаком. Завязали, отпустили платьюшки. Тут сестра взяла козу за веревку, и мы пошли в лес пасти козу. Там нас встретила бабаня. Встретила она нас: иди, моя деточка, иди. Подняла платьюшко, развязала от меня этот табак, забрала. Мы еще где-то, наверное, час попасли, вернулись. И так у нас было где-то около месяца. Фикрет Смайлов улы жанженкіні хатырлай 1943 сенесі партизанларға ярдым еткені үшін оның хорантасыны Қырымдан хувдылар. 3 ел өмірні Смайловлар хорантасы концлагерде кечірді. 1945 сенесі оларны совет ордуларсы азат етті. Ләкин бөлелікен оларның азаплары битмеді. Когда мы пересекли границу нашей страны, то нам сказали, что мы не едем в Крым, а нас отправлять, весь наш народ был депортирован в Среднюю Азию. И мы с семьей были, вместо Крыма мы попали в депортацию в город Бухару. Бүгін Фикретбей о севемлі өмір арқадашынен Қырымда яшай. О бақтлы баба, оның 2 қыз ве 5 тұрыны бар. Ось ағыр өмір yoluna бақмадан Фикрет Смайлов тәсіл алып олды. Ләкин Совет бірлігі дарқалғаны себебінден диплом сайбы олғаны жоқ. Совет әскерлері женкіден іштірак еткені ве жесаретлігі себебінден бүгін біз яшаймыз. Султания Меджид Ибраим Ганиев, миллет үшін. Ант еткен мен сөз берген мен миллет үшін өлмеге. Бұл Номан Челебеджиханның мешур сатырлары. О Қырым татар халқының ұлы оғлы, милли Қырым татар гимн сөздерінің муэлифі. 99 ел евелсі тамам бұл күн февральның 23-інде белі Қырым татар сиясетші, Қырым халық Жұмхуриет акимиетінің бірінші рейсі, бірінші Қырым муфтисі Қараманжы әлак олды. Бүгін Ярымаданың әрбір регионында хатырат етбірлер, әдеби ақшамлар, милли күреш ярышы, әмде дуалар кечірілі. Номан Челебеджиханның фаалиеті ақында тәфсилатлы Алимек Айбулаева тариф әте. Номан Челебеджихан омыр бойы оз халқының менфатыны қорчалады. О Қырымда Қырым татар халқы дегерлі ер алған девлет құрмаға мақсат қойған еді. О бойле язған еді. Біздің халқымыз үшін адалетлік мұйым. О тек өзіні түшінген, өзі үшін тырышқан халық дегіл. О азатлық ве демократия оғрында күреші. О емде дегерлерінің аққына қол тұта. 1917 сененің март айында Номан Челебеджихан Қырымның баш муфтисі оларақ сайланылды. 1917 сененің ноябрь айында Бақчысарайда Хансарай азбарында тантаналы суретте бірінші құрылтай топланды. Бұл ерде Номан Челебеджихан халық Қырым Жұмхуриетінің яратылмасақ та илан етті. Анаяса қабыл етілді. Номан Челебеджихан есе милли акимиетінің рейсі оларақ сайланылды. Номан Челебеджиханның бұл вақыт ішінде япқан шейі әлбетте ки халықта бар олған ватан, миллет қайғысыны музбет бір yolға yönlendirmek ve insanların bu hizmet aşkını, şefkini bir teşkilatlandırıp doğru tarafқа алып бармасы
бүтін жәмилерін, вақуфларын мейданға кетірілмесі, о параларының халыққа қайтарылып алынмасы, чүнки чарлық деврінде бұнлар епсі тұтып алынған еді, білесіңіз. Қайтарып алалар ве оны халқын файдасына işletmege başlaylar. Номан Челебиджихан деврінде милли ве топрақ идарелер яратыла, милли мариф юртлар деңішкен алда чалышы башлай, милли нешірлер ачыла. Қырым татар тілінде миллет ве рус тілінде голос татар газеталары дүния юзына көре. Çok şeyler bizler için hapalı ve gayip. Onun için malumatımız az. Biz hıdıramız, teşkeremiz, edip kitaphaneler, böyle bir ayrı şahslarla sohbetleşemiz. Türkiye'de malumat araştıramız. 1900 asırının başındaki yıllarının Mircan medresenin talebeleri fotoresimge çıktı ve evet men eminim anda bütün lisenin talebeleri men eminim onların arasında Numan Çelebidzhihan vardır. Ama resim böyle bir 100 yıl evvelisi çıkarılgan ve her bir şahsının yüzünü çehresini tafsilatlı bakıp seçip almağa mına bu Numan Çelebidzhihan ama onların arasında var. Afsus, Номан Челебиджихан Қырымда анархо революция террорының құрбаны oldu. 19-20 асырларының башында анархизм мефкуресі Русияде рағбетлік қазана. Ғарыптан ашланған мефкуре мемлекетте қалабалық яратмасына доғыртыла. Анархистлер тақымлары Қырым әрбір бұйық шәрінде әрекет етеді. Олар өзлеріні большевиклер оларақ тағдым етіп, күтлеви низамсызлықлар тешкіл етеділер. Геже февральның 23-інде ақяр инсафсызлыққа дала. Шер апсханесінде матрос анархистлерінің незаретінде болынғанларының арасында Номан Челебиджихан да бар еді. О 1918 сенесі январьның 26-сында апсетілді. Қырым большевиклерінің елбашчысы Юрий Гавен Челебиджиханны азат етмеге тырышты. Ама февральның 23-інде геже Номан Челебиджихан матрос анархистлер или жанаваржа өлдірілді. Бұл планлаштырылған провокация еді. Чүнки не үшін большевиклер çalışmaға істеген сессия әрекетшіні өлдірмек керек еділер. Muzey açıla, o endi kuzde. Ondan son Mengli Giray Han adında yüksek tahsil yurdu, bir okuv yurdu açıla. Daha başka hocalar yetiştirecek училище meydana getirile. İşte bu onların yapkan birçok işlerden tek bazıları. Бүгін біз эпіміз кедерленеміз. Бүгін әрбіріміз үшін Номан Челебиджиханның сөзлері айрыжа актуалдыр. Қырымда чешіт халқлар яшай. Олар чешіт гүллерден тешкіл етілген гүлдестені тағдым етелер. Әрбір гүл бір-біріні яраштыра. Әрбір миллет үшін тең ұқуқлар ве шартлар керек. Чүнки біз берабер ян-янаша яшамалымыз. Номан Челебиджихан ақиқи ватанпервер еді. Оның ант еткен мен шерінде тасвирленген терен ватанперверлік дойғылары оның үшін небеви олды. Яни Номан Челебиджихан бұл әсерде өз халқы үшін өлмеге ант етті. Ве бүгін әрбір Қырым татар бұл сатырларына ерлай біле. Чүнки бұл Қырым татар халқының милли гимні олды. Алимия Кайбулаева, Дем Исмаилов, Асан Зивадинов, Энвер Аблезис, Миллет Чун. Бүгін Ақмесжетте ерлешкен бірінші Жұмхури спорт мектебінде де Қырым татар халқының ұлы әрбабы Номан Челебиджиханның қатырасына бағышланған милли күреш бойынша ярыш өткерілді. Ярыш кетішатыны біздің мұхбиріміз Мавиле Эюб біле. Ярыш ашық олғаны себебінден Ақмесжет районundan ғайры Қырымның башқа көшелерінден келген 70-ден зияде күрешчілер өз күшілерін сынадылар. Ярышның баш акемі білдіргеніне көре, Номан Челебиджихан кебі шақсыларны өстермек, оларның ватан первер рухында тәрбиелемек бұл біздің умуми мақсадымызdır. Бұл мақсатларға ерішмек үшін біздерге милли күрешімізде ярдым ете білір. Чүнки бұл қадими спорт чешіті олып, яшлардың тербиесіне мұзбет тесер ете ве күчлі олмаға да ярдым ете. Балалар 10 yaşından başlап 8 yaşına kadar o iştirak ediyor. Maksadımız milli kureyşimizni yaydırmak, milli kureyşimizin ballarını sevdirmek. Hem de bugün bizim belli bir adamımızın Номан Челебиджиханның hatırasına bağışlanған kureş yarışı. Yarış iştirakçılarının yapısı öz күшілерін сына бақтылар. Әрбір iştirakçı o günü ғалебе қазанмақ мақсадыны қойып, бұл мақсатларға адымлады.
Мен Хулчу хасабасындан келдім. Күрешмек хыйын олды, ләкин әббар мен рахыбымны ендім. Мен bu yarışta zaferini elde etmege maqsadını koyam. Galibemini хараманымыз Номан Челебиджиханының хатарасына bağışlayacağım. Зафер қазанған әрбір штыракчы медальлер ве фахри ярлықлар иле тағдырленді. Милли күрештен оғырашқан спортчылар не қадар чоқ олса, милли күреште о қадар ұнытылмайып инкишаф етер. Мавилея Юбрамазан Аливапов, миллет үшін. Керішті автомобиль yol ve Керіч боғазындан кечмек үшін көпірге араба керішінің құружылығы башланды. Тантаналы мерасимде Қырым Жұмхуриетінің башы Сергей Актенов иштирак етті. Анда бізім мұхбирimiz Султания Ситакаева да болынды. Құрылжылық башлаған ерде гранит таш тікленілді. Леха бойынша көпірге араба кіріш кечеті Таврида yolның башынен бағлайжақ. Бұл кечетінің ұзынлығы 8,5 километрден зияде. 4 yolақлы магистраль yol Керіч районларындан Буғазға же девам етежек. Бұл себептен тахминен 80 айле санитар зонадан көчірележек. 83 семьи будет переселены. Вот сейчас после я еще заеду, то есть посмотрю строительство, как идет ход строительства этих домов, там отделочные работы внутри уже идут. Так или иначе, то есть как бы сегодня вот все мероприятия, то есть будут выполнены в срок. Начало строительных работ на уже непосредственно, ну по сути начинаются сегодня, но на деле там с 1 апреля, по-моему, да, Валерий Вячеславович, вы уже активно приступаете в полном процессе, коллеги. Араба кечетінің ең esas қиметі бұл сурят белгілері. Бұл ерде суратны 140 километрге же арттырмақ мүмкін олacak. Емде бұл yol кереклі инфраструктуранын донатылacak. Росавтодор идаресінің башы Роман Старовойт білдірді ки, араба кечетінің құрылжылығына 7 миллиард 100 миллион рублей айырыла. Магистраль бірінші техник категорияға ұйғын olacak. Первая техническая категория это предусматривает. Бірінші техник категория yolunun bölüvü, manya xoralanması, svetoforlar oluvu. Yol құрылжылығының esas объектлері Таврида yolu ve Керіч боғазından keçken köpürdür. Таврида yolu Butun yarımadadan keçecek. Керіч, Кефе, Ахмеджит, Бахчисарай ve en garbi nokta Akhyar. Köpür ise Rusiye'de en uzun olacak. Onun uzunluğu 19 kilometrini teşkil edecek. Bu yerde katnaf Керіч боғазından keçken köpür eksploatatsiyaga kirsetilmekten bir vaqt başlanacak. 2018 senenin sonunda avtomobil nakliyesi, 2019 senenin sonunda ise demiryol nakliyesi bu yoldan, yani Kırım'ны Rusya kıtasının bağlayan köprünün üstünde katına başlayacaklar. Султания Ситакаева, Дмитрий Низовой, Millet için. Rusya Federatsiyasының içki işlerine әзірлігі сүргін етілген қырымлылар или весиқалар әлде етумның саделештірілген тәртібіні таздық етті. Devlet Duma мебуслы Руслан Бальбек хабар етті ки Rusya Federatsiyasында четел гражданларының ұқуқи вазиеті ақта адлы федераль қанунының 8 ve 9 мадделеріне деңгішмелер көрсетілі уақта қанун лейхаға қол тұттылар. 2014 senesi Rusya Prezidenti Vladimir Putin Kırım'dan sürgün etilgen halkların reabilitatsiya akında emirini imzaladı. Bu emirden son ve Kırım Rusya erkanına kirsetüvünden son çoğusu Kırım Tatarlarga devlet kol tutuvu ile öz vatanına haytuv imkanları berildi. Belli ki gражданlığı haluf bu Kırım'ın esas meselelerinden biridir. Başka memleketten çıkıp Rusya gражданlığını almağa kolay değil. Bütün bu meseleler devlet mebusu Ruslan Balbek ile gражданlar kabul etüvünde defalarca seslendirildi. Bu meseleni halletmek için Ruslan Balbek zametli iş alıp bardı. Bu işte ona Cumhuriyet başı Sergey Aksyonov da yardım etti. Ve endi Rusya'nın içki işlerin azirligi sürgün etilgen insanlar için vesihalar elde etuvunun adi tertibini uygunlaştırdı. Было 9 февраля получено согласование от МВД Российской Федерации. Подготовлены ряд законопроектов, поправки, которые увеличивают круг лиц, на которых распространяется данный закон. Я уверен, что вот в ближайшее время мы получим вот тот инструмент, который позволит реабилитированным получать по упрощенной, по отдельной процедуре гражданства Российской Федерации. Шулаковлар айлесі Кырымда яшаган, ама шимдики күнгеже Rusya гражданлары алып алмаган хоранталарындан беридир. Мы в 2015 году... Біз Өзбекистандан 2015 senesi Kırımға 3 ayға келдік. Умыр arkadaşım инсульт кечірді ве мындаки ава ona yaraşırмы yoxмы деп балларымызны анда қалдырдық. Evimizны біраз құрып бітірген сон балларымызны алып келмеге керек едім. Бізге анда 90 күн девамында яшамақ керек олдым. Ама біз анда тек 40 күн болындық. Sonra Өзбекистандан Kırımға көчіп келдік. Лекен бізді қануны бозғанымыз үшін мында прописка etmediler. Лиля ханым айта ки, олар чоқ yıllar devamında Kırımға көчмеге умут etediler. Nihayet arzularına yettiler. Ama прописка olmaganları sebebinden çeşit kıyınlıklarga uğradılar.
контейнер алуы, ишке кирүв, бедава тиби хизметлер, балалар мектепке азыргануы. Девлет комитеті оларға баяғы мәселелерні чезмеге ярдым етті. Шымды ise олар ана-бабаларының нефаха параларына яшайлар. У нас тоже. Ана-бабамыз Өзбекистанда, олар да Қырымға қайтмаға істейлер. Үміт етем ки бұл яны түзетмелер ярдымы или олар да Қырымға қайтып, гражданлықны елде етерлер. Шулак олар айлесі үміт ете ки, яқын вақытта Ханун Лейха муафахиетле уйғанлаштырылыр. Ве оларның мәселелері де чезілер. Омыр арқадашының нефаха алуы, эвішлерінің екінлемесі, баларының тәсілі. Қырымға қайту йолы, енгел веме шахатсыз олғаны, әрбір инсан үшін мұйымдыр. Диляр Шевкетова, Асан Зевадинов, Милет үшін. Русия Федераль қавсызлық қызметі сыңыржылар идаресінің қадимлері Қырым үле сыңырда 2 жинаятчыны яқаладылар. Сыңыржылар идаресінің матбуат қызметінде қайдеткенлеріне көре бір жинаятчыны Жанкой кечув ноқтасында весіқалар тешкерілгенде тұттылар. Екінші яқалану фесе Армянск кечув ноқтада олып кешті. Шымдыке заманда қанун бозғанларға низбетін жинайы ішлер махкеме низаманда бақылмағанже, оз девлетінден чықмамақ жезасы сечілді. 36-летнего мужчину подозревают в совершении уголовно наказуемого деяния, квалифицирующегося по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Другое задержание произошло в многостороннем автомобильном пункте пропуска Джанкой. При проверке документов россиянина 1984 года рождения сотруднику пограничного контроля стало известно, что 32-летним мужчиной интересуются сотрудники уголовного розыска из города Джанкой. Украинада февральның 17-сінде бір айлық мүддетке көрсетілген Донбастан көмір еткізілуі қамачавы еле бағлы февкуляды вазиет елінің соңына девам еттірілмесі мүмкін. Бұл вақта Украинаның вице-премьер-назирі Владимир Кистион хабар етті. Бұндан евел Запорожсталь шirketінің генераль-мудирі Ростислав Шурма білдірген еді. Егер Донбас еле тижарет қамачавы тоқтатылмаса, яқын 2-3 апта девамында Украинада бірі-бірі артындан аман-аман бұтын энергетика ве ағыр санайы бозылacak. Нәтижеде Украинаның 2 yolu қалacak деді Муэссенің мудирі. Бұл Женеби Африкадан көмір кетірілгенше 3 ай беклемек, яда оны Русиядан кірсетмек. Езлевшерінің арена стадионында Қырым-Татар Қызылташ футбол тақымы Еве Евпатория футбол тақымы арасында невбетеке матч кечті. Бұл ачық қышлық кубағының екінлейджі ойыны олды. Қызылташ премьер-лигаға керме виавескерлар оларақ иштирак еті. Матч насыл эсапне екінленгеніні бізім мұхбиріміз Мухаммед Зикирияев біле. Ялтанын Қызылташ футбол тақымы бұл сефер Евпатория адлы футбол тақымына ел қалдырды. Бірінші таймның бірінші дахасында кезлевлер ой рақыплеріне бір гол ұрдылар. Қызылташ футбол тақымы тек бір ел евелісі тешкел етілгеніні Виавескар чемпионатында ойнағаныны қатырлатамыз. Қызылташ тақымының идманчысы Февзия Бубекиров білдіреке бұл ойында тақымға ұсталық етмеді. Амма о иллері де тақым бұйық муафақетлерге ерішедегіне эмин. Очень тяжело говорить, когда практически... Топсыз кыбы ойнағанда менне айта білем. Бірінші таймда менің тақымым муафақетлер қазанмақ үшін моментлеріміз пек аз еді. Истегіміз ве ұсталығымыз етмеді. Қызылташ футбол тақымының президенті Альберт Куршутов тариф етеки бұл купта оның тақымы насы олса да иштирах еткеніні оны хувандыра. Айта ки мақлюбетлер тақымны күчлеже еті, амма шымды ойын тактикасыны деніштірмек ақта түшінмек керек. Я считаю, что... Мен беллейм, біз esas meselelerini бежердік. Біз чоқ ойыншыларды башқа тақымлардан өзімізге бақтырдық. Ве келечекте бізім тақымымызда оларны алмаға істейік. Мен беллесем Қызылташ тақымы Қырым жима тақымына кірер. Назим Эюпов Евпатория футбол клубының ойыншысы. Футбол ile 10 yıldan берлі оғыраша. О қайтетеки Қызылташ футбол тақымының имкәниетлері пек бұйықтыр. Амма идманларға чоқча вақыт айырмақ керек. Хорошая команда. Пек яқшы тақым. Мен белесем чемпионат хаджи яқшы тақым топланыр ве әрші яқшы олыр. Мен оларға муафақетлер тілейім. Чемпионатының невбеттеки дайресі енді бұл барде кечежек. Тақымларының ұстазлары еминлер идман үшін да вақыт бар. Иштиракчилер Қырымның жима тақымына кірмелі үшін бұтын күч ғайретіні топламақ керек. Мухаммед Зикирияев, Энвер Аблязиз, Миллет үшін.
Мартның учынды Devlet Milletler Ara Комитетінің адлиежілері судақ шер мемуриетінде адлеви консультация кечірежеклер. Эпіс істеклілер судақ шері Ленина 85А адресі бойынша мұражат әте білелер. Малюмат үшін телефон 387-8-0. Бұл нұқтада яйнымыз соңына етті бізім ұқперлеріміз яңы малюматлар өзерінде енді чалышмақталар. Невбеттекі рус тіліндегі хаберлеріні меслегдішім Астан Абибулаев алып баражақ. Оларны қачырмаңыз, евлеріңізге дайма ейлі хаберлер келсін. Ярымға қадар салық не қалыңыз.